Күншіл үйрек. Баяғыда бір сүңгуір үйрек болыпты. Ол көлдегі екі аққуды көре алмапты. Бұлар менен неге сәнді, неге әдемі? Жұрт оларды жақсы көреді, атпайды. Аққу неткен бақытты құс деп қызғаныпты. Аққуды көре алмаған сүңгуір үйрек бір күні түлкіні көріп, «Түлкі, сен неге мына семіз аққуларды жемейсің?» дейді. «Олардың ұйықтайтын жерін маған көрсетші», дейді түлкі. Уәде бойынша сүңгуір үйрек аққулар ұйқыға кеткен кезде түлкіні ертіп келеді. Мұны сезген қос аққу оянып кетіп, терең суға жүзе жөнеледі. Ісі сәтсіз болып, қарны ашқан түлкі сүңгуір үйректің өзін бас салады. Біреуге ор қазсаң, өзің түсесің деген осы. Кел, балақай, ертегілер әлеміне бірге саяхаттайық. Ертегіміз ұнаса, лүпіл басып, арнамызға жазылуды ұмытпа.